Ей деп айтпа атанаңды. Төлеубек Жұмашұлы. Ай балам, ей деп айтпа атанаңды. Атанаң қамқоршың боп аталады. Кішілер кісілерді сыйламаса, халқынан қалай ғана баталады. Сөзіңнің түзі ашты болмас екен, көңіліне теңгедей болып қонбас екен. Баладан рахат көрем деп жүргенде, көз жасы етегіне толмас екен. Ең биік мәртебемен бағалашы, атанаң бәйтерегің саялашы. Балам деп бір-екі ауыз ақыл айтса, сен оған қабақ түйіп қарамашы. Арқалап жеткізді әкең арқасына, желді күн паналадың қалқасына. Төгіліп маңдай тері бала үшін, жинаған жарты жармақ қалтасына. Аман бол құлыным деп аяуланың, сен үшін шыбын жанын аямаған. Құрсағын тауға тасқа соқпай онай, іштегі нәрестесін аялаған. Қартайса қасында бол, алыстама, шықсаң да айналып кел марысқа да. Жүрегі атанаңның ауырады, оларға қатты сөйлеп дауыстама. Солармен орындалған армандарың, солармен бүгін міне жанған бағың. Ат басын жиі бұрып қараш үйге, біліп тұр атанаңның хал жағдайын. Жүрсе де мұз жастанып отырда да, ойламай ұл мен қызын жаталама. Алтыннан шекпен киіп хан болсаң да, сәлем бер тақтан түсіп атанаңа. Дүние түскен күні уысына, бет бұрар ағайын мен туысында. Бүгін берген ділдасын ертең сұрар, қарайма қиналған тұрмысыңа. Сондықтан ойлана жүр ертең бала, жер беті азақ күнгі мекен ғана. Сенен мәңгі қарызын сұрамайтын ең жанашыр әкең мен шешең ғана. Төріне